Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте керемет болып шығатын бір жасағаннан жақсы жыртылмайтын, яғни езілмейтін кеспелердің жасалу жолын көрсететін боламын. Өзімнің күнделікті тағамымда қолданатын рецепт. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 100 грамм суымызға бір дана жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Міндетті түрде тұздарыңызды ертіп алыңыздар. Оның үстіне қыздар 2 ас қасық сұйық май құйыңыздар. Май міндетті түрде. Енді кезекте қыздар жаңағы айтқанымдай тұзды жақсылап ертіп алыңыздар. Барлығы еруі қажет. Мінекей, дәл осылай ертіп алғаннан кейін үстіне қажетінше ұн салыңыздар. Менде 350 грамм ұн кетті. Сіздер ұндарыңыздың тығыздығына байланысты көптеу салсаңыздар да болады. Өте тығыз, қатты қамыр илеп алыңыздар, қыздар. Қамырларыңыз тығыз, қатты болып иленген болса, қамырларыңызды жаяр уақытта да өте керемет болып жайылады, қыздар. Мінекей, мен қамырымды илеп алдым. Тығыз, қатты қамыр илеп, пакетімізге салып, салафанымызға 20 минутқа тұндырып қойдым. 20 минуттан кейін қыздар алып, қайтадан тағы да бір илеп алыңыздар. Июі жақсы қанғаны дұрыс. Мінекей қыздар, тағы да осылай кішкене елеп алып, қамырымды пакетіме салып, тағы да 10 минутқа тұндырып қоямыз. 10 минут тұрған қамырымызды алып, тура 2 бөлікке бөліп, осы қамырларымызды жақсылап суала жасап, тағы да 10 минутқа тұндырып қойыңыздар. Мінекей достар, 10 минут тұнды, қамырымыз керемет болып, жайылуға да өте жақсы болады. Көп тұнған қамырларымыз. Мінекей дәл осылай видеодағыдай 2 бүктей отырып, қамырларыңыздың барлық шетін біркелкі етіп алыңыздар да қамырларыңызды жайыңыздар. Қыздар, ортасына салмақ салмай, екі шетіне салмақ сала отырып жайсаңыздар, қамырларыңызды дөп деңгелек барлық шеті бірдей тегіс болып жайылатын болады. Мінекей достар, қамырларыңызды жайып болғаннан кейін кішкене 20 минутқа қамырларыңызды қойып қойыңыздар. Кішкене кебеді, кепкені бізге дұрыс, сонда қамырларымыз бір-біріне жабыспайтын болады. Дәл осылай видеодағыдай оқтауымызға орап, 2 бөлікке бөле отырып, майдалап турап, лапшаларыңызды кесе беріңіздер. Қамырларыңызды міндетті түрде кептіріңіздер. Кішкене 20 минутқа қойып, қамырларыңыз бір-біріне жабыспай, жақсы болып түсетін болады. Мінекей достар, менің лапшаларым дайын. Күнделікті осы әдіспен қолданамын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Бізге ас болсын, жасап көріңіздер. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.